оқушылар. Мен Жамбыл облысы Мойқын ауданы Мойқын ауылы Тұрар Рысқұлов тірек мектебінің 8-ші сынып оқушысы Мағауия Арайлым, жетекшім Сарбасова Нұрсұлу. Менің жобам жаңғыру полисі бойынша тақырыбым Гобелен шұқма кілем тоқу. Гобелен бұл суретті түксіз сәнді қолданбалы өнерге жататын кілем. Сәнді қолданбалы өнерге жататын өнер. Оның бастауы 20 ғасырда басталған. Ол ең алғаш Франция, Германия, Италия, Испания елдерінде, кейінірек Ресей, Кавказ бойында кеңінен таралған. Ал Гобелен француз Гобелен ағайындыларының атымен аталған. Оның қазақ жеріне келуі, оның қазақтың қолданбалы өнеріне ұқсас болуымен байланысты. Ол негізінен алаша қазақтың түксіз кілемдеріне ұқсас келді. Егер Гобеленді өзіміздің өнерге жатқызғымыз келсе, онда Гобеленді алашаның заманауи түрде алсақ болады. Енді кезекте Гобеленнің тоқу әдісін көрсететін боламыз. Ең алғаш қажетті құрал-жабдықтар қайшы, тоқыма жіп және шприц инесі. Негізінен Гобеленнің өзінің арнайы матасы болады, бірақ біз экологиялық мәселелерге байланысты қатты алдық. Ең алғаш мен бұған қазақтың ою-өрнегін салып алдым. Енді кезекте қалай инені сабақтай кереккенін көрсететін боламын. Ең алғашқы тігін инесіне қарапайым жіпті сабақтап алдық. Енді оған тоқыма жіпті ортасына өткіземіз. Енді бұны шприц инесіне өткіземіз. Осылай жіпімізді шығарып аламыз. Тоқыма жіпті аз ғана шығарып қоямыз басына. Енді тоқуды бастаймыз. Негізінен оның суреті сол жағында, ал түгі оң жағында болу қажет.